Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода жеміс-жидектерді әдемі етіп турап, сәндеп қоюдың түрімен бөлісетін боламын. Ең алдымен видеоларымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, және де видеоларыма қолдау ретінде лайк басуларыңызды сұраймын. Бірінші апельсинімізді алып, видеодағыдай дөңгелектеп турап шығамыз. Одан кейін тураған апельсинімізді төртбұрышты тақтаға орналастырып шығамыз. Не үшін тақтаға? Себебі тақтада ерекше әдемі болып көрінеді. Келесі керекті жеміс ол ананас. Ананасын бас жағын бір қолыңызбен, екінші жағын екінші қолыңызбен ұстай отырып, видеодағыдай басын айналдырамыз. Сол кезде бас жағы жеңіл алынады. Одан кейін ананасты тігінен екі жарты бөлікке бөлеміз. Және де сол жарты бөлікті тағы да екі бөлікке бөлеміз. Ананасымыздың ортаң жағы қатылы болып келеді. Сол себепті ол жерін кесіп алып тастаймыз. Және де видеодағыдай сыртқы қабығын ала отырып ананасымызды кесіп шығамыз. Одан кейін бірнеше бөлікке бөліп турап шығамыз. Және де тураған ананасымызды тағы да кішкентай 2-3 бөлікке бөліп турап шығамыз. Жеміс-жидектеріміз ерекшеленіп тұру үшін кішкентай ыдысқа нутелла салып, ортасына қойдым. Және де тағы бір ыдысқа жаңа тураған ананасымызды саламыз. Апельсиннің бір жағына құлпынайларды орналастырып шықтым. Келесі жеміс киви. Кивидің сыртқы қабығын ашып, видеодағыдай дөңгелек етіп турап шығамыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай кивиді орналастырып шықтым, және де қасына ежевиканы орналастырдым.
Және қалған кивиларды екінші жағына орналастырдым. Оның жағына голубика, ежевика және де клубникаларды қойып шықтым. Сонымен біздің жеміс-жидектер дайын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Бұны міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл қонақтарыңызды, отбасыңызды міндетті түрде таңғалдыратыныңызға сенімдімін. Егер де сізге видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.